бірін-бірі және өзін-өзі бағалау арқылы оқушылар өзінің мықты және әлсіз жақтарын, мүмкіншіліктері мен мәселелері жайлы ақпараттарды талдауға ықпал етеді және бірін-бірі оқыта отырып, өз білімін одан әрі нығайтуға көмектеседі. Балалар, жаңа тақырыпты меңгеру барысында келесі кестені толтыруларыңызды сұрайды. Алдарыңда оқулықты кез келген құрал көздерін қолдана отырып, андағы кестені толтыруларыңызды сұрайды. әр топ бір-бірін джигсо методымен бір-бірімізді тексереміз. Қағаздардың орындарында қала берсін, өзіміз тұрамыз да, түрлі түсті қаламдарыңды алыңдар да бір-біріңді тексеріп шығыңдар.
сіздермен қайтадан жаңа топтар құрып, әрбір топтан бір кісі жаңа топтарға бірігіп, әр топ келесі топқа өз тақырыбын түсіндіреді. Бірінші топ тоққышын, екінші топ кернеу тақырыбын, үшінші топ кедергі. Бастаймыз. Кестеде оқушы жұмысының қадамы онсыз да көрініп тұрғандықтан бұл тапсырмаға дескриптор берілмеген. Бағалаудың бұл әдісінің артықшылығы аз уақыт ішінде оқушы әрекеті мәліметті тауып, оның негізгісін анықтап, туындаған сұрақтары болса жолдастармен бірігіп оған жауап іздеу барысында өзінің анықтаған ақпаратын ой елегінен өткізе отырып, оны жолдастарына түсіндіру барысында өз ойын жүйелі жеткізуге үйретеді. Сөйтіп танымдық әрекетін белсендіреді. Оқушының ғылыми ізденушілік сауаттылығы артады. Кедергінің физикалық мағынасын түсіндіру және өлшем бірлігі сияқты оқу мақсатына жету үшін өздік ізденіс жұмысы ретінде зертханалық жұмыс ұйымдастыруға болады. Жаңа тақырыпты әрі қарай өздігіне меңгеру барысында тізбек бөлігіне арналған Ом заңын, яғни кедергі ұғымын қалай енгізгенінің, оның физикалық мағынасын эксперименттік жолмен тәжірибе нәтижесінде графикті сыза отырып толықтырады. Оған қоса, бұл кезең балаларға жаңа білім дағдылары мен қабілеттер алу үшін оқушылардың зияткерлік қабілеттерін арттыруға маңызды болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін аналитикалық және сыни ойлауды дамытуда келесі тапсырманы қолданған жөн деп ойлаймын. Зертханалық жұмысты бастамас бұрын оқушылар зерттеуді қалай жүргізер едіңіз деген сияқты сұрақтарды қоя отырып, осы сұрақтардың көмегімен жұмыстың барысын айқындап аламыз. Балалар, Ом заңын ең алғаш неміс физигі Ом деген кісі анықтаған. Ом заңын кім айта алады қазір? Тізбекке арналған Ом заңы бұл тоққышны кернеудің кедергі қатынасына тең, яғни кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал. Димаш, жақсы. Ендеше біз бүгін сіздермен эксперименттік тәжірибеде осы Ом заңын зерттеп қарастырамыз. Да? Қазір 1-2 минут уақыт аралығында жұппен осы Ом заңын қалай зерттер едің? Бір-бірімен осы тәжірибені қалай жүзеге асырар едің? Талқыла.
тәжірибе жүзінде қалай зерттеледі? Кімнің қандай ұсынысы бар? Әлішер. Формула бойынша 10 тең кедергі тең ай бөлінген у бөлінген ай. Яғни осы формула бойынша кедергі әр кезде тең болу керек. Және біз оны осы тәжірибені бірнеше рет қайталау арқылы таба аламыз. Дәлелдеуіміз керек. Жақсы. Кімнің тағы қандай қосары бар? Шамалардың мәндерін өзгере отырып, біз вольт пен ампердің тәуелділігін көре аламыз. Қандай шаманы өзгертесіз? Кернеу? Кернеуді жақсы. Жақсы, тағы біреудің қосатыны бар ма? Димаш? Ең алдымен біз әрине тізбекті құрауымыз керек. Ол үшін құрал амперметр мен вольтметрді сәйкес ережелер арқылы қосамыз. Содан кейін осы тізбектің сақталу үшін кедергіні қосамыз, және Замира айтып кеткендей, кернеуді өзгертіп, ампер мен ток күші мен кедергінің қатынасын өлшейміз. Вольтметр тізбекке қалай қосылады? Параллель. Ток күші амперметр Тізбекте. жақсы. Кірісеміз.
зерттеу зертханалық жұмысымыздан қандай қорытынды шықты? Әсет. Ток күші мен кернеуді қалай өзгертсем де қатынасы бірдей екенін анықтадым. Жақсы. Алихан, сен не қосасың? Жалпы осы зертханалық жұмыста кедергіні табу үшін мен түрлі әдісті қолдандым. Біріншісін ол I тең U бөлінген R формуласына қойып, кедергіні табу, екіншісі ол графикті сызып, оны градиентін табу арқылы. Солайша кедергіні таптым. Жұмыстың соңында мұғалім оқушылардың есептерін бағалай отырып, жазбаша кері байланыс жасайды. Бағалау оқушының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін маңызды екенін көріп тұрмыз. Бұл мұғалімге оқушыларды алдағы күтіп тұрған сынақтарға дайындауға көмектеседі. Келесі, оқушылардың тұрақты тоқтауына байланысты есеп шығару дағдыларын қалыптастыру үшін мұғалім алдын ала таңдап дайындаған қиындық деңгейі біртіндеп өсе беретін деңгейлік тапсырмалар ұсынуға болады. Есептерді оқушы алғашында жеке дара шығарса, кейін күрделене бастағанда қалаған оқушысымен бірігіп жұптасып шығаруға рұқсат етіледі. Сөйтіп, соңында оқушылар күрделі есептерді талдай отырып, топта бірлесіп шығаруға мүмкіндік алады. Дұрыс жауабын жеке дара немесе жұппен тексереді. Барлық есептерді шығарып болғаннан кейін, мұғалімнің берген шығару жолы көрсетілген дайын жауаптармен талданады. Есептер шығару барысында бағалау кестесі толтырылып отырады. Бағдаршам түстерін қолданатын келесі бағалау кестесі түсінудің көрнекі құралы ретінде пайдаланылады. Мысалы, оқушыларға қызыл, сары және жасыл шеңбер стикерлер немесе маркерлар беріледі. Есептерді шығарып болған соң оқушылар әрбір есептің тұсына осы маркерларды жабыстыра отырып, өзінің есепті қалай шығарғанын көрсетеді. Жасыл толығымен өзім шығардым. Сары көршімнің немесе жолдасымның көмегімен шығардым. Қызыл есепті шығаруға қиналамын және көмекті қажет етемін деген мағынаны білдіреді. Оқушылар бағдаршамды қолданып өзін-өзі бағалауды жүргізеді. Артынан мұғалім әр оқушының кестесін қарап және оқушылардың есеп шығарудағы әрекеттерін бақылау арқылы өзінің әр оқушымен жасайтын алдыңғы сабағын жоспарлайды. Ойымды қорытындылай келгенде, мұғалімді саяхатқа шығушы бір топ жолаушыға жол көрсетушімен салыстыратын болсақ, тек жолаушыларға дұрыс жол сілтейіп, ақыл кеңесін беріп отырған жол сілтеуші саяхатшы адамдарды межелі жеріне жеткізе алады. Ендеше, қалыптастырушы бағалау деп аталатын осы мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың әдіс тәсілдері мен кері байланыс үдерісі дұрыс ұйымдастырылатын болса ғана, оқушылар оқу мақсатына еркін қол жеткізуге жағдай жасалады.